Жүніс Сахиев, дабыл. Ғарыштан келіп, жер атмосферасына іліккен созылыңқы тамшы пішінді үлкен тас таң сәрдегі шырт ұйқыда жатқан ауыл үстінен ысқыра ағып өтіп, тау аңғарын жанай ұшып, жолындағыны күйдіріп, сыдырып барып, қара жерге жантайы қадалды. Ауыл ортасын қақ жарып өтетін үлкен көшенің оңтүстік-шығыс жағындағы 2 қабат үйдің шамы бүгін ерте жанды. Ондағылар кеше-кешке ертегісін Ақтау баурайындағы кең сайға серуен құрып қайтпақ болып келіскен. Оның басты себебі осы үйдің иесі Төленнің туған інісі Жасағанның алыс Астанадан келуі еді. Жасаған жасы 50-ден асқан, орта бойлы, шашы сиреген, қыр мұрынды, қой көзді кісі. Қазаққа белгілі турколог, ғылым доктор. Жұмысы әркез қауырт өтіп жатқаны, қазақ халқының қоныс тепкен ата жерінің талай-талай құпия сырларын ашқан ол. Жаңалықтың шегі болған ба? Жасаған уақытын бос жіберген жан емес, қай кезде де ой үстінде жүргені. Ол еңбегі еленбей қалған жоқ. Халқының сүйікті азаматтарының бірі болды. Осы ауылда оны ағасы Төлен ғана емес, күллі ел болып құрмет тұтып қарсы алады. Ал Жасаған болса, ол оны тәкаппарлық көргендей ыңғайсызданып, осы ауылға туып өстім, енді оған мейман болғаным ұят, құрмет атаулы бұл жерде маған артық, маған бала кезімдегідей саф ауаны еркін жұтып, еркін жүріп тұрғым келеді, деп қашқалақтайды. Төлен де мұнысын түсінеді. Жүзіне қарап ештеңе айтпайды. Бірақ әрбір ол келгенде қуанышын қайда қоярға білмей тыпыршиды. Әйтеуір бірдемені ойластырып қояды. Бұл жолда сондай бір әрекет жасаған еді. Төлен бүгін таң алакеуімнен тұрған, малын қарап, өзенді аңғарға апаратын жол заттарын түгендеген. Жұбайы Перузат да қарап жүрген жоқ, тамақ жағын реттеуде. Мұны сезген Жасаған да, әйелі Балайым да қарап жата алмады. Тыныш ұйықтасын деп үйдің 2 қабатындағы демалыс бөлмесіне төсек салып берсе де, екеуі еппен басып, теппешекпен төмен түсіп, ағасы мен жеңгесіне көмекке кіріскен. Ауылдың саф ауасы мен таң сәрден сайрайтын түрлі құстарының құйқылжыған дауыстары, маңыраған қой, мөңіреген сиыр қаладан келген адамға өзгеше әсер береді. Қаланың шуы мен газ түтінінен жалыққан Жасаған ат шаптырым бақтың ішін аралап жүріп те алды. Содан соң Төлегенмен бірге қораға барып, союға дайындаған қойды алысып шықты. Соның артынша гүр еткен дыбыс естіліп, Төленнің құрдасы Қозыкең арнайы тауға ыңғайланған дөңгелекпен де адымдап та жүре алатын 5 аспап көлігімен жетті. Төлен қақпаны ашатын түймені нұқи қойды. Ол ашыла бере Қазекең көлікті үй ауласына қарай тулатады.